жеткізілді. Өзі қарап шығамайдың бәрімізде жауыздауында сегізі бұлар әңгіме айтыларымыз. Мен бір жерде Абай ақын Мұхтар Шахановтың бір депутат болып келгенде әскерден болғанда айтқан сөз бар. Ақсақал кісілер осында отырғанда қай жақсысы деп сұрады ғой сол кісі. Қыпшақ деп. Қайсысын енді сізге қайсысының қажеті жоқ, мен қайсысына өлді. Қыпшаққа болды, атаға әрқайсысы өзіңіз үшін керек. Сондықтан мынау қазір осы отырған Ғалидің үлкен жоспары бар екен, алда Қарақшақ қолдарының басында істелінетін жұмыстары бар екен. Қарақшақ бәріміз бір ауыздан соған атсалысуымыз керек. Соны өте көркейтуіміз керек деп ойлаймын. Бәрі ойдағы жұмыстар ол енді бір адамның қолынан келмейді, қаражат шешеді. Осы мәселені қолданса, бәрімізде әрқайсымыз ата-анамыз өзімізге келеді. Менің әкем мысалы жүгіп Қостанай Қарабалық районында туған. Қабдолла деген кісі. Енді кеше әйтеуір шаршап мынау орыс сөздерді шапқын деп болған кезде осы жерге тұрақтап қалған менің әкем өзі 4 ағайын болған, екеуі қазір Балқар Алматыда тұрады. Осы біз енді әкем осында қалып осы жерге тірлік істеп жатырмыз. Мынау қасында отырған менің бір ағам 84-те қазір ең сайын аты. Осы Қызылорда қаласында тұрады. Мынау ұлымның үлкені, менің өзі 4 қыз 2 ұл бар, ұлымның үлкені 9-да деген. Бір балам жұмыста кетеді. Мынау менің танысу, менің аталық әркімнің өзіне келіп, Қарақшақ болғаннан кейін, Қарақшақ болып, қолдарының басына мына Ғалидің тірлігі жұмысы жасап, алдағы жоспарын орындау үшін соған көмектесіп бәріміз атсалысу керек деп ойлаймын.